Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан алдағы күтіп жатқан ауа райы болжамын арнамыздан ең алғашқылар қатарында біліп отырыңыз. Біз бастадық. Жел күшейеді. Күндіз солтүстік батыстан бұршақпенен екпінді жел болады. Қазгидромет РМК сәуір айына алынған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды Барайық media.kz порталы. Синоптиктердің мәліметінше кезеңнің барысында еліміздің солтүстігінде, шығысында және оңтүстік шығысында жауын-шашынсыз жыл көктемге ауа райы сақталады. Ал батыс өңірлердің оңтүстік циклон әсерінен тұрақсыз ауа райы сақталатыны белгілі болды. Күндіз ауа температурасы солтүстік батыс, солтүстікте +15 +20 градустан +12 +20 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстікте +27 32 градустан 18-25 градусқа дейін төмендейді. Батыста 13-20 градустан 18-25 градусқа дейін жоғарылайды. Шығыста 18-26 градусқа дейін көтеріледі. Орталықта +15 +25 шамасында болады. Оңтүстік шығыста +25 +30 градус болады. Ауа райы өзгереді. Қазақстанда найзағай жаңбыр мен қатты жел келеді. Қазгидромет РМК баспасөз қызметі 2026 жылы 2-4 сәуір аралығындағы ауа райы болжамын Қазақстанда ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлайды mediapортал.kz. Синоптиктердің мәліметінше кезеңнің басында елдің солтүстігі, шығысында және оңтүстік шығысында жауын-шашынсыз жыл көктем ауа райы сақталады. Ал батыс өңірлерде оңтүстік циклон әсерінен тұрақсыз ауа райы қалыптасатыны белгілі болды. Түнгі және таңғы уақыттар бойынша тұман көтеріледі. Күндіз ауа температурасы солтүстік батыс пен солтүстікте +15 +25 градустан 12-20 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстікте +27 32 градустан 18-25 градусқа дейін төмендейді. Батыста +13 градустан 18-25 градусқа дейін көтеріледі. Шығыста +18-26 градустан жоғарылайды. Орталықта +15 +25 шамасында болып өтеді деп хабарлайды Қазгидромет мәліметтемесінде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.